Семей облысында болған трагедияға байланысты қаралы күн жарияладық, дұрыс па? Бірақ құмар ойыннан бәлкім бізде күніне 10-15 адам өз-өзіне қол жұмсап жатыр. Күніне. Біздің әр күніміз қаралы болу керек онда. Біз соқыссыз осыншама адам жоғалтып жатырмыз. Мен көп осы мәселеге байланысты көп адамдармен кездесіп жүрмін, сөйлесіп жүрмін. Осы әскери біздің сарбаздар бар, енді әскери сектор дейікші. Сол жақтағы ең үлкен проблема бұл. Сол жақтағы қазіргі ең үлкен проблема. Қаншама адам өз-өзіне қол жұмсап. Демек, олардың бар ойында ғой. Олар ойында. Отан қорғау ойларында жоқ деп. Енді отан қорғау қай приоритет бойынша қаншасынша екенін мен білмеймін, бірақ офицерінен бастап әскеріне шейін олар осы ойындарға кіріп кеткен. Біз енді мен білмеймін, осыны түсінбей жатқан адамдарды мен неге осыны түсініп, сәл болсын елім, жерім деп, неге осыған бір тосқауыл қоймайтынын мен шынымды айтсам түсінбеймін. Бірақ біз соңына дейін барамыз. Кейін төлеп тұрған салығы, мысалы, 109 миллиард теңге 2022 жылы төлеген салығы. Мен енді ондай көп деп айта алмаймын. Мысалы, қазір мен тағы да бір сұрақ көтерем, бұйырса. Неге бізде, білесіздер ғой, тонировка көліктерге тонировать ету бізде заң жүзінде бағанағы болмайды. Бірақ, мысалы, Өзбекстанда болады, ақша төлесінде болады, Дубай, басқа елдердің барлығында шешілген бұл мәселе. Тонировка істеген кесе, 25% істеген кесе, ақшасы мынандай, 50% істеген кесе, ақшасы мынандай, 75% мынандай болды, ол шешілген. Ақшаңды төледі, тонировать ете бер. Мен санап шықтым. Біз сол 100-150 миллиардты содан ала аламыз. Мысалы, қазір номер сатылып жатыр ғой. Ешкім сізді зорламайды барып, мықты номер алып. Ақшаңыз болса аласыз. Дұрыс ол. Әдемі номер таққыңыз келеді ма, ақшасын төледі, ал. Бюджетке жақсы ақша түсіп жатыр содан. Тура сол сияқты тонировка. Бізде жалпы мына мемлекеттік арна, ұлттық арнаны, чемпионат осы футболдан, соны көретін болсаң, астында барлығында букмекер тұрады. Және де өзіміздің Казспортты қоятын болсаң, ұлттық спорт түрлері, яғни о жерде біздің бәйгеге кіріп кеткен. Қазақ радиосы бәйгеге кіріп кетті. Қазір көкпарға кірейіне жатыр олар. Қаншама енді олар барлық жаққа кіріп кетті. Барлық жерде. Енді мен осы шығарып жүрмін ғой, біздің чемпионаттарымыздың аттарының барлығы бет. Барлығы. Премьер-лигамыз болсын футболдан, бірінші лигамыз болсын футболдан, суперкубок болсын. Енді осыншалықты ұятсыздықтың шегіне жеттік қой. Енді ауруын жасырған өледі дейді. Бұл жара енді пісіп жетіліп тұр деп ойлаймын мен. Ертеңі қалай болады оның? Сонда бұл елдің өскелең жастары, өзіңіз айтқандай, жоғарыда отырған адамдар кішкене халқын ойламайды деп қалдыңыз. Өз халқын өз жау екен, осыдан да көруге болады. Не айтуға болады сонда, олар ойлары қандай, мақсаттары қандай? Бір күндік мақсаттары. Өздері солармен енді сыбайлас деп ойлаймын. Сол үшін олар өздерін ойлап отыр. Тек қана өздерінің жағдайларын ойлап отыр. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ сонда, Сіздерге де мысалға қысымдар болып түрлі? Болды, әртүрлі қысым болады, мысалы, мен ашық айтайын, Закон.kz соларды қатты қолдайтын портал. Мысалы. Оның артында кім тұр? Білмеймін. Мен шынымды айтсам, зерттемедім, шын айтайын. Қысым қай жақтан болды сізге? Енді, мысалы, жаңалықтар жағынан жазады. Мысалы, Закон.kz болсын, мен көп көргенім. Закон.kz-те Айгүл кім еді есімі? Енді әр қашанда сол кісі жазады, сол журналист жазады. Түсініліп тұрды, солардан ақша алынып жазып тұрған. Мысалы, Ұлыс медиа жазады осы туралы. Мысалы, көрдім, ана өртте Ұлыс медиада үлкен бағана статья шығыпты. Мынау Казачков деген өзі кеше ғана изолятордан шыққан жігіт осыларды сонша отырып ақшасы болмаған шығар енді. Енді білмеймін мен. Бірақ
осындай нәрселерді оқығаннан кейін айтасың да, қандай десің, мына адамдар ақты ақ, қараны қара деп ажырата білу керек қой. Олар айтады, мысалы, Казачковтың жазғаны 109 миллиардты құртпақшы осы республика партиясы, әсіресе Руслан Берденов деген депутат. Біз сол 109 миллиардқа қаншама вертолет аламыз Семейге. Біз сол 109 миллиардқа қаншама техника аламыз Семейге. Енді салыстырмайтын логикасы жоқ, енді топастық.